Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін бізде қазақ тілі сабағы 7-ші бөлім Қазақстандағы ұлттар достастығы. Сабағымыздың тақырыбы ұлт бірлігінің басты факторы. Сабағымызға берілген оқу мақсаты әлеуметтік, қоғамдық, оқу, еңбек тақырыптарына байланысты диалог, монолог, полилогтерді, интервью, пікірталас, жаңалық, ән, көркем әдеби шығармалардан үзінді, автор көзқарастары мен көтерілген мәселені талдау, еліктеуіш сөздердегі мәтіндегі қолданысын түсіндіру. Ұлт бірлігінің басты факторы. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі, елбасымыз атап айтқандай, барша қазақстандықтарды біріктірудің басты факторы екендігін әрқашан есте сақтауымыз керек. Бүгінде қазақ тілінде жер бетінде 15 миллионнан астам адам сөйлейді. Егер қазақ тілінің түркі тілдер тобына кіретінін, әлемдегі 30-ға жуық түркі тілдерінде 200 миллионға жақын адам сөйлейтінін ескерер болсақ, қазақ тілін ұғатын, түсінетін, оны ұлтаралық қатынас құралы ретінде пайдалана алатындар саны еселеп өседі. Ендеше саны кешегі кеңес одағындағы құрамында болған латыш, эстон, молдаван, армян, грузин, тәжік тілінде сөйлейтіндерден 2 есе көп. Ал Еуропадағы дамыған фин, норвег, швед, дат, венгр, чех, словак тілдерінде сөйлейтіндердің санынан әлдеқайда басым. Аса бай тарихы, сөздік қоры қалыптасқан, тілдік жүйесі орасан зор әлеуеті бар, ең алдымен қарыштап дамып келе жатқан Қазақстан Республикасы сияқты тәуелсіз мемлекеті бар елдің барша азаматтарының мемлекеттік тілі, қазақ тілін өркендету баршамыздың ұрпақ алдындағы парызымыз. 2020 жылға дейінгі мерзімге арналған мемлекеттік бағдарлама жасау елбасымыздың үкіметке берген тікелей тапсырмасы. Нұрсұлтан Әбішұлының ел тәуелсіздігінің тірегі болуымен қатар, мемлекеттік тілдің де ең басты қамқоршысы екендігін атап айтқым келеді. Ендеше, елбасының тапсырмасын орындау әрбір мемлекеттік қызметшінің ғана емес, барша қазақстандықтардың абзал борышы деп білемін. Тапсырманы орында. Көп нүктенің орнына тиісті септік жалғауларын үндестік заңына сай жазыңдар. Оқылым мәтініне ортақ ойды табыңдар. Кері байланыс тапсырмасы 6-шы тапсырма. Мақал-мәтелдерді қатыстырып, қазақ тілін үйрену қажеттігі туралы достарыңа 5 кеңес жазыңдар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.